Асқазан ауыратын, асқазанда бұрын жара болған немесе гастрит, неше түрлі асқазан немесе 12 елі ішек жағынан мәселе бар кісілерге кішкене ғана кеңес, пайдалы кеңес. Мен өзім дәрігер емеспін, мамандығым инженер, бірақ та өзім осы асқазан жарасын бастан өткізген адаммын. Кез келген асқазан аурумен бұрын ауырған адам, язва болған адам немесе гастрит бар кісілер үнемі асқазанда қолдау жасап жүру керек. Асқазанға үнемі пайдалы табиғи нәрселерді үнемі қолданып жүру керек. Олардың бірнешеуін мен осыған дейін түсіргенмін, видеолар бар. Чага жайлы және де басқа да бірнеше видеолар бар, арнадан қарасаңыздар болады. Ал енді бүгінгі видеода сондай әрекеттердің тағы бір түрімен танысамыз. Асқазанды не үшін қолдау керек? Өйткені жара болған жер, оның асқазанның қатпар ішкі қабаттары толық жазылып кетпейді. Сондықтан да қандай да бір асқазанға ауыр салмақ түскен кезде сол жара қайтадан ашылып кетпеу үшін немесе ауру белгілері қайтадан басталмау үшін біз үнемі қолдау жасап жүруіміз керек. Асқазанды іш жағынан, орысша айтқанда поддержка жасап тұратын әрекеттерді үнемі жасауымыз керек. Ол асқазан қабығын қалпына келтіруші және де оған пайда беретін осындай неше түрлі майлар бар. Жалпы май асқазанның ішкі қабатына май пайдалы болады. Майдың да түр-түрі бар. Мына жерде бізде облепиховое масло дейді. Бұл облепиха шөбінің жемістерінен, былай алғанда жемістерінен алатын май. Бұл енді облепиха майының пайдасы өте тамаша. Асқазан емес, оны сырттай да қолдануға болады. Сыртта тері қабатында жара болса да қолдануға болады. Әр түрлі ауруларға ол өте пайдалы. Дәрігерліктің атасы болатын Ибн Сина өзінің емдік сондай шараларында үнемі осы майды қолданған. Бұл майдың құрамында А витамині және де Е витаминдері өте көп. Оның да пайдасы денсаулыққа өте пайдалы. Ал енді асқазанға бұның тікелей пайдасына келетін болсақ, асқазанның ішкі қабатын бұны курс ретінде қабылдап жүретін болсақ, жылына бірнеше рет, мен өзім жылына 2 рет осыны курспен қабылдауға тырысамын. Сол кезде асқазанның ішкі қабатын қалпына келтіреді және де гастрит деген жалпы қабыну жағдайлары болса, сол қабынған жерлерді емдеуге бұның сондай әсері бар. Жалпы витаминдік қосымша ретінде де бұны қолдануға болады. Асқазан ауырмайтын кісілерде бұл облепиха майын, витамин А және де Е витаминдерін өзінің организміне жеткілікті ету мақсатында да қолдануға болады. Асқазан ауырған кезде жалпы асқазан ауруының алдын алу үшін бұны қалай қолданамыз? Бұны мен күніне 1 рет шай қасықпен, 1 шай қасық көлемінде күніне 1 рет және де 20 күннен 30 күн аралығында қолданамын. Жылына 2 рет немесе 3 ретке дейін қолдансақ болады сондай әдіспен. Бұны тамақтан алдын қолданған дұрыс. Тамаққа дейін жарты сағат бұрын, мен әдетте кешкі астан жарты сағат бұрын осы майдан бірінші бастаған кезде тамшы, мына жерде тамызықшы бар. Тамады бұл, ашқан кезде бұл дереу құйылып кетпейді, ол тамшы болып сондай құйылады. Сол кезде тамшы мөлшерімен оны пайдаланған дұрыс болады. Сол кезде біз егерде шай қасық деп айтатын болсақ, шай қасықтың да 4 түрі бар, оның үлкені бар, кішісі бар. Сондықтан да мына тамшы мөлшерімен қолдансаңыздар, сіз ешқашан қателеспейсіздер. Қолданып бастаған кезде осыдан мен 20 тамшыдан бастаймын. 3 күн ішінде, 3-4 күн мен 20 тамшы қабылдаймын. Өйткені организмді, асқазанды кішкене дереу салмақ түсірмей, бұл май болғандықтан дереу салмақ түсірмей, сондай аздау мөлшерден бастаған дұрыс болады. 20 тамшы дегеніміз ол жарты шай қасықтан көбірек. Содан 3 күн қатарынан қабылдаймыз. Одан кейін ары қарай 25-30 тамшыдан қабылдасақ болады. 30 тамшы немесе 40 тамшыға дейін апарса да болады негізінде. Осыны 1 ай көлемінде кешкі астан алдын немесе кешкі астан кейін 1 сағаттан кейін, 1 сағат, 1,5 сағаттан кейін де қабылдаса болады. Негізгі жақсы әсері бұның және де асқазан қабынуларын асқындырмау және де қабынуларды басу үшін оның жақсы әсері аш қарынға
тамақтан жарты сағат алдын қолданған дұрыс болады. Сондықтан кеште қолданған ыңғайлы. Әдетте үйде үнемі кеште үйде боламыз ғой бәріміз. Сол кезде кешке астан жарты сағат бұрын қолданған өте тамаша болады. Өйткені түске қолданған кезде түсте жұмыста болып қаламыз, әр жерде боламыз. Сондықтан кеште қолданған өте ыңғайлы. Осындай видеоларымның бірінде комментарийға жазыпты, әркімнің сөзін естіп, ондай нәрселерді қолданбаңдар деген сияқты. Ол комментарий дұрыс емес. Өйткені мен ешқашан асқазан ауырған кезде, ауыр жағдай болған кезде дәрігерге барма, осы нәрселерді қабылдасаң асқазаның жазылып кетеді, 100% жазыласың деген сөзді мен ешқашан айтқан емеспін. Дәрігерге барыңыздар, ауыр жағдай болса міндетті түрде дәрігерге бару керек. Бірақ та мен өзім сол дәрігерге барып асқазан жарасын бірнеше рет сондай емделуді бастан өткізген адам ретінде менің айтарым, дәрігер сіздің ішкі құрылысыңызды жазып бермейді. Сізде егерде асқазаныңызда жара болса, асқазанның жарасын жазатын дәріні береді. Асқазаныңыз жазылады. Бірақ та сол асқазан жарасын емдеп жазғаннан кейін асқазаныңызда басқа да проблемалар пайда болады. Жалпы іш құрылысында, ішек құрылысында, асқазан құрылысында неше түрлі проблемалар пайда болады. Ол проблеманың бәрін біз өзіміз шешуіміз қажет. Осындай пайдалы шөптік, киімдік нәрселерді қолдану арқылы біздің іш құрылысымызды қалпына келтіру біздің жұмысымыз. Ол дәрігердің жұмысы емес. Дәрігердің жұмысы біздің асқазанымыздағы жараны ғана емдеп беру. Ал енді жара емдеу жолдарына келетін болсақ, қазір оны антибиотиктерді қолдану әдістермен емделеді көп жағдайда. Жара деген емделмейтін де жағдайлар болып жатады. Сондықтан да дәрігер дұрыс жасайды, өзінің қажет болған дәрі-дәрмегін береді, асқазан жарасынан айығасыздар. Бірақ та одан кейін асқазанның ішек құрылыстарын қалпына келтіру үшін осындай әрекеттерді жасау ол біздің өзіміздің шаруамыз. Өйткені 24 сағат дәрігер біздің жанымызда жүрмейді. Не қолдану керек, қалай тамақтану керек, тамақты қалай қолдану керек, қалай дұрыс қолдану керек. Сол сияқты нәрселерді біз дәрігер жанымызда жүріп айтып жүрмейді. Менің мақсатым солай, асқазанның ауруын қайталандырмау, немесе ауруы бар адамдар болса соның асқынуына жол бермеу, өзімнің басымнан өткен осындай нәрселерді, пайдалы нәрселер арқылы, және де асқазаннан емделгеннен кейін, антибиотиктерден кейін жалпы іш құрысында, ас қорыту жүйелерінде көптеген проблемалар болады. Сол проблемаларды жылдап шешуге тура келеді. Егерде бір жыл ішінде сіздер асқазан жарасынан емделген болсаңыздар, ал енді асқазан жалпы ішек құрылыстарының микрофлорасын қалпына келтіру үшін сіздерге 2-3 жыл қатарында уақыт кетуі мүмкін, егер соған әрекет ететін болсаңыздар. Егерде ол бағытта әрекет етпейтін болсаңыздар, онда жалпы оның соңы басқа да неше түрлі ауру сырқауларға алып келуі мүмкін. Сондықтан да бұл шөптік, емдік нәрселердің де денсаулыққа дұрыс пайдаланған кезде бұлардың пайдасы өте жоғары. Бүгінгі видеоның мақсаты сол. Ауырмаңыздар. Келесі эфирде кездескенше арнаға жазылып лайк батырмасын басып қойыңыздар.